Азаматтар, жер ананы қорғау үшін бірігу ұрпақ алдындағы парызың. Неге көші партиясы экстремистік деп танылды? Ал демократиялық партияға ондай қысым жасалмайды. Яғни демократиялық партия биліктің қолдан жасап отырған қуыршақ партиясы деген сәуегейлік айтып, саяси сауатсыздықпен сандырақтайтындар, осы сөздерімен сыбайласқан жүйені сақтап қалуға, олардың өмірін ұзартуға өздері көмектесушілер болып табылып отыр. Олар өздерінің түпкі мақсаттарына апаратын жолды өздері түсінбей, білгішсініп, оны шатастырып, адасып жүргендер. Біріншіден, көші партиясы деген атауының өзі сауатсыз қойылғандықтан, өзін-өзі тұншықтыруға алғышартты әу баста өзі жасап алған. Керек емес жерде партия деп атап, өз-өзіне проблема туғызған. Бұл ұйымның түпкі стратегиялық мақсатын мен де қолдаймын. Ол режимді ауыстыру. Алайда көшеліктер тактикалық қателіктер жіберіп, айтылған сынға жауларындай қарап, көшеге шықпағандардың бәрін биліктің адамысыңдар деп білгішсінді. Егер ол ұйым өзін әу баста халық қозғалысы деп атағанда, Қазақстан Республикасы Конституциясының қолданыстағы 33-ші бабына сәйкес болған болар еді. Онда оларға сот тисе алмас еді. Ол кезде билік олардың қозғалысын партия деп сырттан тон пішіп, зорлық жасамаған болар еді. Ал қозғалыстардың партиядан басты айырмашылығы, олар мемлекеттік билікті жүзеге асыруға қатыспауы менен анықталады. Қозғалыстың партияға тән ұйымы жұмысының бірыңғай бағдарламасы, басқаруда айқын принциптері болмайды. Көбінесе олардың әділеттілік, бостандық, бейбітшілік үшін күрес, ұлттың жаңарып өрлеуі, қоршаған ортаны қорғау және тағы сол сияқты жалпы халықтық азаматтық талаптарға негізделген басты мақсаттары негізінде қалыптасады. Бұл ұрандар көпшіліктің көңілінен шығып, олардың бастарын біріктіреді. Көп жағдайда қозғалысқа міндетті түрде мүше болу тәртібі қолданылмайды. Әдетте қозғалыстар стихиялы түрде пайда болады. Ал көше белсенділері сыбайласқан билікке қарсы күрескен жастар, бала бүркіт парлап ұшады, баба бүркіт барлап ұшады деген қағиданы сақтамай адасқандар. Көше мен партия сөзі бір-біріне бағынбайтын, қабыспайтын, қолданғанда қисынға келмейтін ұғым тудыратын сөздер болып шығады. Аталған екі сөз қосарланып қолданғанда екеуі екі түрлі мағына білдіріп, бір-бірін жатырқап тұрады. Көше ол дала, ал саяси ұйым партия көшеде жасақталмайды ғой. Онысы қалай деген осы жерде жауапсыз сұрақ туындайды. Бұл жерде көше қозғалысының басты мақсаты анықталмай тұр. Олай құру мүмкін бе? Партия бағдарламасы, жарғысы, жетекшісі бар саяси ұйым еді ғой. Ол қалай деген адамдардың сансыз сұрақтары жауапсыз қалатын болады. Бұл көше белсенділерінің түпкі мақсатының мәнін жойып, беделіне нұқсан келтірді. Ал көшеліктердің түпкі басты мақсаты партия терминіменен шатастырылған жағдайда оның қатарының көбеймесі анық. Ғылым ақиқаттың барометрі. Менің ұсынысым әлемдік тәжірибемен мойындалған ғылыми негізделген пікір. Мен көше белсенділерін ұлты ата мекен жер үшін басын бәйгеге тіккен жанкешті патриоттар екендігіне күмән келтірмеймін. Олар кім екендерін ісіменен дәлелдеп жүрген ержүрек азаматтар. Бұл көше атауы саяси күрестегі тәжірибесіздіктен туған атау. Әлемдік тәжірибеге және саяси партиялардың тарихына көз жүгіртер болсақ, партия термині латынның партис бөлік деген сөзінен шыққан. Саяси партия пікірлестердің ұйымдасқан тобы бір бөлігі. Ол халықтың белгілі бір тобының бөлігінің ортақ мүддесін білдіріп, олардың мемлекеттік билікке келуін қамтамасыз етеді. Әйгілі саясаттанушы Макс Вебер саяси партиялардың пайда болу тарихын 3 кезеңге бөлді. Бірінші аристократиялық топтар, екінші саяси клуб, үшінші бұқаралық партиялар. Міне осындай сатылы даму кезеңін тек қана Ұлыбританияның либералдық Виги және консервативтік Тори партиялары ғана басынан өткізді.
Міне байқасаңыздар, көші партиясы мұндай кезеңдерді бастарынан өткізбеді. Сонымен бірге бұлар партия жасауға тиісті ешқандай әрекеттерге бара алмады. Ал Жанболат жетекшілік ететін демократиялық партиясы қолданыстағы заң талаптарынан шықпай партияның негізгі міндеттерін рет-ретімен жүзеге асырып әрекет етті. Бұл жолғы 6 маусымдағы бейбіт шеруді легитимді заң талаптарына сай өткізгелі отыр. Демократиялық партия мына төменде аталған әлемдік тәжірибеге сай жасақталып, солшыл бағытты таңдап алған. Саяси жүйеде партиялар алған бағыттары бойынша солшыл бағыттағы, центристік, оңшыл бағыттағы партиялар болып жіктеледі. Солшыл бағыттағы партиялар революциялық күреске дайын, өзгерістер үшін күресетін, халықтың мүддесін қорғауды мақсат етуші партиялар. Оңшыл бағыттағы партиялар, олар қоғамдық құрылысты өзгертуді қаламайды, күшті мемлекеттік құрылысты қолдайды, заңдылықты қуаттайтын партиялар. Ал центристік бағыттағылар қоғамды біртіндеп реформалар арқылы ғана өзгертуді ұстанады. Ал көшенің лаңкес экстремистік атануы, ол Әбіләзовтың жасанды партиясымен тығыз араласуы, өздерінің қазақ жеріндегі тіркелмеген партиясының филиалы ретінде көрсетіп, Әбіләзовтың авантюристік нұсқауларын орындаулары, мысалы, шал кет деген ұран уақытты өтіп ескірген. Көшеліктер ол ұранды күн тәртібіне әлі де түсірмеуде. Оларды заңсыз экстремистік деп тануға әкеліп отыр. Қазақтар әншейінде сын айтсаңдар, бізді бастайтын жетекші лидер жоқ деп. Қазақтар әншейінде сын айтсаңдар, бізде бастайтын жетекші жоқ деп, ал Жанболат бастап ұлттық мүдде жолында бейбіт шеруге шақырып еді. Енді Ерлан Файзуллаев деген көші партиясының белсендісі өзінше бұлданып, ғаламторда мен Жанболат Мамайдың митингісіне қатыспаймын деп жазып, жұрт арасында іріткі салуда. Міне өзін патриотпын деген белсенді азаматтың ойының таяздығы қандай. Сонымен қоймай, білгішсініп сөз таластырады. Жанболат бұл митингіні меншіктеп алған жоқ. Ол тек жол бастаушы ғана. Ол қорғайтын жер Файзуллаевқа да керек шығар. Шеруге шықсаңдар, Жанболат үшін емес, өздерің үшін шығасыңдар. Ал Файзуллаев шеруге қатыспаса, митингі болмай қалады деп ойлаймын екен. Қандай сорлы түсінік. Шеруге қатыспай-ақ қойсын, жолдастарыңды да үгіттесін. Сонда не табады екен? Бұл жерде қызғаныш, көре алмаушылықтың құлағы қылтияды. Мақсатымыз жер ананы бірігіп қорғау деп тұрып, жау адамша мен қатыспаймын деп көкірек керуі қалай? Міне қазіргі жастар ұлттық мүддені, намысты қорғау жолында осылай опасыздыққа барудан тайынбауда. Ал жалпы алғанда, тақыр жерде революция жасаудың қажеті жоқ деп білем. Қандастар бір-бірін сөкпей, жамандамай, бас біріктірулері ауадай қажет болып тұр қазір. Мұндай бірліктің күші кез келген партияңнан да 1000 есе ықпалды болар еді. Есенғазы Қуандық, тарих ғылымының докторы, профессор.